Тұрсынгүл ханымды 2023-те Инстаграмнан көріп қалған. Ол кезде мен елімде Грижан болатын. Сосын қарағанды жаттығу жасап отырғанын көрдім, ең алғаш көргенде Грижаға арналған жаттығу жасап отырғанын. Сол кезден бастап қарап сізді, сосын өзім үшін таңғы жүрісім бар еді. Таңғы 5-те тұрып жүремін, 10 қадам жасаймын. Содан кейін сіздің жаттығуыңызды жасаймын, 10-15 минут. Сөйтіп өз-өзімді жүріп, сосын жастар қазір армандар картасы дейді ғой, сондай жазамын, жылда жазамын, толтырамын. Соның бір бөлігінде ана сертификат салып қойдым суретін енді. Тап емес, Тұрсынгүл ханымның қолынан сертификат алсам екен деген арманымды жазып сөйтіп қойдым. Сосын сөйтіп жылдар өтті, 2 жыл болды. Сіздің еміңізді қолдандым, әрі 3-те балам бар қазір. 2 үлкен қыз, сосын 3-ші ұлым бар. Соған ешқандай антибиотик беріп көрген жоқпын, сіздің инстаграмыңызды қарау арқылы. Температура бірдеңе болса, мен көшедегі өзі білмеймін, оны қарашы жоқ, көшенің емдерін аламын. Соны барды жаңа күрішпен айтты, соны көрдім сіздің сөйлеміңізді. Күрішке қуырып, қазанға соның суын беріп, арқасына орамал жағып, фенмен желкесінен. Әбден зерттеген ғой. Мен көбінесе өзіме керегін қарап, 3 жасар балам, қазір 4-ке толады, әлі антибиотик ішіп көрген жоқ. Ауырады енді, жылда болады, сезонда ауырғанда. Бананы ембер беремін, арқасына жоқ, сөйтіп жүрдім. Сосын биыл, жаңа жылдан кейін жолдасым айтады, биыл бір жаққа демалысқа барамыз ба, әлде сен оқып келесің бе деп. Сосын ойланып жүріп, ішіндегі арманымды, немді іске асырайын деп, білмеймін, өзің қара дедім. Сосын денсаулық өзіміз үшін ғой, давай биыл қытылмай, сен оқып кел деп. Мені қолдап, 3 баланы алды. Мен сөзде түсіндім, армандар орындалатынын. Бірінші Аллаға шүкір деймін, екінші жолдасым арқасы рахмет деп айтам. Үшінші сізге мың рахмет, осында келіп құнды білім алдық. Ем болашақта ауырмаудың жолын білдік деймін. Басқа енді қарапайым халыққа, қазақтарға бәріне айтатын, әрбір отбасының кем дегенде бір адам келіп оқыса екен деймін осы жақта. Мың алғыс.